Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын лечаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл рецепті осыдан 2 жыл бұрын интернет желісінде бір кісіден көрген едім. Қайталап жасап, енді дәмі керемет, рецепті күшті екен. Сол себепті сіздерге де осы рецептпен бөліскім келді. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Бізге керекті көкөністер, бұрыш, қызанақ, сарымсақ және петрушка керек болады. Ең алдымен қызанағымызды жуып тазалап алғаннан кейін осындай бөліктерге бөліп, блендер немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. Одан кейін бұрыштарымыздың дәнінен тазалап дайындап қоюымыз керек. Бұрышты таңдаған кезде етті және әртүрлі түсіне таңдағандарыңыз дұрыс. Сонда сіздердің лечаларыңыз өте әдемі және езілмей күшті болып піседі. Енді қызанағымызды осылай блендерден өткізіп алғаннан кейін ыдысқа қойып, үлкен отқа қоямыз. Үлкен отқа қойғаннан кейін қызанағымыз қайнап бастаған кезде астын басып, жарты сағаттай қайнатамыз. Енді қызанағымыз қайнағанша бұрышымызды турап дайындап алуымыз керек. Ортасынан бір бөліп, осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Лечаның барлық мөлшерлерін видеоның астына жазып кетемін, описание бөліміне. Сол жерден нақты мөлшерлерін қарап жасасаңыздар болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлығын турап дайындап алдық. Енді қызанағымыз жарты сағаттай қайнады баяу отта. Енді осының үстіне бұрыштарымызды қосып, тағы да 20 минуттай қайнатамыз. Енді отымыздың астын орташа отқа көбейтіп, 20 минуттай ғана қайнатамыз. 20 минуттан артық қайнатудың қажеті жоқ. Онда бұрыштарыңыздың барлығы езіліп кететін болады. Енді сарымсағымызды ұсақтап қолмен немесе осындай өткізгіштен өткізіп аламыз. Осыны өткізіп болғаннан кейін банкаларыңызды жуып, алдын ала стерилизовать етіп дайындап қоюларыңыз керек. Мен банкаларымды жуып, барлығын стерилизовать етіп дайындап қойдым. Енді петрушкамызды ұсақтап осындай турап аламыз. Бұрышымыз 20 минуттай қайнады. Енді осының үстіне турап алған сарымсақ және петрушкамызды қосамыз. Проблемасы баяғы жасап жатсам біреуіне тең екіншісіне қалады. Қант қосамыз. Одан кейін тұз, алма сірке суы және сұйық май. Ең соңында бір ас қасық бал қосамыз. Қыздар, міндетті түрде бал қосыңыздар, енді бұл салаттың сонда дәмі енді керемет болып шығады. Дәмі ерекше дәмді болып шығады. Барлығын қосып болғаннан кейін бетін жауып, тағы да 6-7 минуттай қайнатамыз. Салатымыз дайын. Енді алдын ала стерилизовать етіп дайындап қойған банкаларымызға осындай ыстықтай күйінде құйып, ауыздарын жауып, жылы одеялға орап, бір күнге қалдырамыз. Қыздар, міне қараңыздаршы, әртүрлі түсті бұрыш қосқаннан кейін лечаның да түрі өте әдемі болып шығады. Енді дәмін айта алмаймын, ол дәмі ерекше дәмді. Көп қысқы салаттарының дәмі ыстықтай кезінде онша дәмді болмай тұрады. Ол біраз уақыт тұрғаннан кейін дәмі кіріп, дәмі күшті болады. Ал бұл лечада ыстықтай кез жегеннің өзінде өте дәмді болып тұрады ғой. Ал біраз күн тұрғаннан кейін жесеңіздер, одан да дәмі керемет болып шығады. Сол себепті сіздерге де жасауға кеңес етемін. Бірле жасап көріңіздерші. Сіздерге осы рецепт ұнайтын болады. Жыл сайын осы рецептпен жасайтын боласыздар. Қараңыздар, қандай әдемі, керемет болып шығады. Егер менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.